Алихан мен қазір жолдан өтеміз. Мен Алиханға айтайын деп тұрғаным, мына жерде бағдаршам істемей тұр. Алихан қара. Алихан, светофор істемейді да. Көрдің ғой? Сол светофор істемейтін кезде бағдаршам. Сен мынау сол жаққа қарайсың. Көрдің ғой? Бірінші қайға қарайсың? Сол жаққа. Түсінің ма? Мына бетке қарайсың. Мына жақта машина жоқ кезде сен өтесің. Негізі бұндай жолда мынау зебра жолақ негізі преимуществосы көп та, бірақ көріп тұрсыздар, жүргізушілер оны сақтап атқан жоқ, ережені бізге жол беріп атқан жоқ. Бірақ сонда да міне дұрыс, мына қызыл машинадағы жігіт өте дұрыс істеді, бізді өткізді. Алихан, түсінің ғой, жолдан өткен кезде сол жаққа қарайсың. Сосын мына жолдың келесі бетіне өтесің ғой. Мына келесі бетіне өткен кезде оң жаққа қарайсың. Мына жаққа, Алихан, мына жақ оң жақ болып. Көрдің ғой, оң жаққа қарайсың. Оң жақтан машина жоқ кезде өтесің. Түсінің бе? Енді мен Алиханға түсіндіріп айтып атқан себебім, Алихан бірінші сыныпқа барады, міне сондықтан мен оған кішігірім жолдан жүру ережесін түсіндірдім. Міне сөйтіп, оң жаққа қарайсың да, сосын өтесің. Негізі мынандай бағдаршам істемей тұрған жерде, мынау зебраның преимуществосы көп. Шоферлар жаңағы қызыл машина сияқты өткізіп жіберу керек.